Жүрегіңіздің төрінен орын алатын макви пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Бұрында жасап көрмеген болсаңыз, міндетті түрде жасап көріңіз. Ұнайтынына сенімдімін. Қытырлақ меренга, грек жаңғағы, песочное тесто мен крем барлығы үйлесімін тапқан тіліңізді үйреді. Ол үшін алдымен жұмыртқаның сарысына еріген сары майымызды салып, қантымызды салып, барлығын жақсылап 2-3 минуттай шайқап аламыз. 2-3 минуттан кейін массамыз осындай ақ көпіршікті массаға айналады. Сол уақытта үстінен құрғақ құрамдарымызды салатын боламыз. Ұнымызды, мак және разрыхитель саламыз. Енді барлығын араластырып, қолымызбен иіліп, жұмсақ қамыр жасаймыз. Егер қамыр қолыңызға жабысып жатса, қосымша ұн салудың қажеті жоқ. Себебі піскен кезде қамырыңыз қатты болып қалады. Сол себептен видеоның астында көрсетілген мөлшердегі құрамдарды өлшеп салғандарыңыз дұрыс. Егер осылай қолыңызға жабысып жатса, силикон таяқшаның көмегіменен осы видеода көрсетілгендей етіп жақсылап араластырып алыңыздар. YouTube каналымда әртүрлі ыстық тағамдардың, тәттілердің құпиясыз рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сол себептен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ қамыр. Енді осы қамырды өзіңізге ыңғайлы кез келген формаға қамырымызды жайып шықсаңыз болады. Мен пешіміздің ыдысын алып, үстіне пергамент қағазын төсеп, сол формаға жақсылап жайып шықтым. Біркелкі етіп қамырды видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық жерін біркелкі етіп вилкамен тесіп алдым. Енді бұны бір жерге алып қойыңыздар. Ендігі кезекте меренга жасаймыз. Меренга жасау үшін ең алдымен ыдыстарыңыз міндетті түрде пластмасса болмауы қажет, және ыдысыңыздың ішінде май қалдықтары болмауы керек, және су болмауы керек. Ыдысыңыз шықырлаған тап-таза болуы қажет. Және ақуызбенен сарысын жұмыртқаны бөлген кезде сарысы жарылып кеткен болса, онда оның ақуызын алмаңыздар. Сарысы кетіп қалса ақуыздың арасында, онда меренгаңыз шықпай қалады. Сол себептен ақуызды абайлап бөліп алыңыздар. Ақуыздың үстіне шым-шым тұз салып миксерлейміз. Көпіре бастаған кезде жай-жайлап аз-аздан қантымызды салып отырып миксерлеуді тоқтатпаймыз. Барлық қантымызды салып болғаннан кейін 4-5 минуттай миксерлейміз. Бізде қою, ағып кетпейтін осындай меренга пайда болуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай, меренга өзінің формасын ұстап ағып кетпей тұр. Тіпті ыдысыңызды төңкеріп көрген кезде ақпауы керек. Енді осы меренганың үстіне грек жаңғағын саламыз. Өте ұсақтап жібермеңіздер, себебі жеген кезде жаңғақтың дәмі сезіліп тұруы қажет. Енді жақсылап араластырып, біркелкі барлық жеріне грек жаңғағы баратындай етіп араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, себебі сұйық болып кетеді. 3-4 рет араластырсаңыздар жетеді. Енді осы меренгамызды жайып алған қамырымыздың үстіне біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Біркелкі етіп жайып алғаннан кейін қызып тұрған пеште 150-160 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Ендігі кезекте крем чиз жасаймыз. Ол үшін бізге тоңазытқыштан шыққан салқын кілегей, яғни сливки қажет. Сливкеміздің үстіне қант ұнтағын салып, қою болғанша миксерлейміз. Қою бола бастаған кезде құрамына ірімшікті сырды, яғни творожный сырды салатын боламыз. Және біркелкі қою болғанша миксермен шайқап аламыз. Біркелкі өзінің формасын ұстайтын крем болғанда миксерлеуді тоқтату қажет, себебі ары қарай миксерлей беретін болсаңыз, онда ірімшігіңіз майға айналып кетеді, суы бөлек шығып. Сол себепті осындай консистенция болған кезде видеода көрсетілгендей өз формасын ұстайтын миксерлеуді тоқтатыңыздар. Пеште пісіп шыққан пирогымызды толықтай суығаннан кейін теңде 2 бөлікке ортасынан бөліп, бір бөлігіне крем жағып, екінші бөлігін соның үстіне қоямыз. Енді қалған кремді кондитер мешогына салып, үстінен әсемдеп шықсаңыздар болады. Әсемдемесеңіздер де ортасындағы бір қабат кремі жеткілікті.
Міне бізде осындай пирог шықты. Дәмі деген өте керемет. Шынымен айтып тұрмын. Міндетті түрде бір рет болсын жасап көріңіздер. Вупипай, молочная девочка деген торттардан шаршаған болсаңыздар, өте керемет. Дәмі деген күшті болып шығады. Бір дегенді жеп қоясыздар. Рецепт ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел ас болсын.